Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен ауылдағы мини-ферма қазақша. Так, бүгін бізде ақпанның 5-і. Бізде далада боран қатты. Істейтін түк жоқ. Тауықтарды қызықтағаннан басқа. Сол күнде келіп осылай қарап қызықтап жүрмін. Тауықтар бізде жұмыртқалауды азайтты кішкене. Күніне 3-4 туып жүр. Сосын жеп қоюды бастады. Білмеймін не болған. Өткенде бір дәрі бергенбіз, организмін паразиттардан тазалайтын бір левамизол деген. Содан кейін осылай болып қалды ма, или білмеймін, бір себеп болды ау деймін. Пока өзім білмеймін, не себептен жеп қойып жатқан. Өздері туады, өздері жеп қояды. Арасында бір-екеуі бар, походу, шұқып бастап беретін. Қалғандары соған қарай жейді. Жалпы сол ешқандай өзгеріс жоқ. Өзгеріс бар, айтпақшы. Бізде бір тауық, алдында бір видео салғам, бір тауық құрық болайын деп жүрді, ол жатпады. Бірақ орнына басқа бір тауық жатты. Оны қазір сіздерге көрсетем. Мына жерде инструменттер жатыр, пока алған жоқпын, апарып тастайын сосын. Одан бөлек мына жерден болашақ балапандарға осылай бір орын дайындадым. Астында спокойно жүре береді тауықтар. Үстіне мына жердің бәрін сеткамен, майда сеткамен жауып тастаймын, чтобы балапандар шығып кетпейтіндей болашақта. Пока осылай дайындап қойдым. Сол қазір құрық болып жатқан тауықты көрсетем. Оның аузын осындай қазақша, қазақбайский құлыптайтын істеп қойғам. Өткенде аузын осылай шуруптамай жай қалдырып кеткен ғой. Аузын шуруптамай жай қалдырып кеткен. Құрық тауығым далаға шығып, мына жақтағы тауықтармен төбелесіп, бетінің бәрі қан болған. Қазір көресіздер қалай болып жатқан. Осылай екі ұяны бөліп қойдым. Мына жерге тағы бір тауық жатып жүр. Оны бірақ тұрғызып жібердім. Пока жұмыртқа дайын емес менде. Ал мына тауық, құрық болған тауық, бүгін 5-ші күн, 31-іне жатты. Бүгін 5 тәулік болады ровно. Мынау бет аузы өткенде шығып кеткенде төбелесіп үлгерген. Мына жақта қораз шұқыған, или тауықтармен төбелескен, білмеймін точно. Бір тұрып кетіп, келіп қарасам, мына жаққа жатып алған. Сосын алып қайтып осы жерге жатқан. Сонда бір жарты сағаттың о жақ жағында солай болған ғой. Бұл тауыққа жұмыртқаны сатып алдым қалада. Астанада солай породисты тауықтардың жұмыртқасын сататын бір кісі бар екен. Барып таныстым. Сол кісіден сатып алдым. Общий бұл тауықтың астында 11 жұмыртқа жатыр, 6-ауы. Барковская, барвистая деген порода, 5-еуі кучинская деген порода. Енді екеуін пока көрдім, салып. Десе жақсы болып шығып жататын болса, инкубатор алғам. 77 жұмыртқаға арналған. Если одан жақсы болып кететін болса, сол кісіден тоже осы тұқымды алатын болам. Бұл тауық жалпы жақсы бастап жатыр пока. Кеше фонарикпен қарап көрген болатын жұмыртқалар. Оплот, не оплот деген. Бәрін қарадым. Бәрінде, қалай айтса болады, паучок деген бар ғой. Өзі жұмыртқаның ішінде 3-4 күнде пайда болатын қан ғой, ұйыған қан.
сондай пайда болып та пока бәрі нормально келе жатыр. Осылай жалғасатын болса, алла жазса аман есен балапандар шығарады деген ойдамын. Ал мына жерге градус қойып қойдым осындай. 10 градустың о жақ жағын ұстап тұр пока. Одан түсіп кетпейді, одан жоғары болып кетпейтіндей. 10 градус болса, осы 40 тауыққа сол примерно жетеді. Бірақ мынаның іші полный жылы негізі. Астында жұмыртқалар так міне осылай жап-жақсы бастырып жатыр. Мұнда жем суы бір күнде осылай бөлініп кетіп жатыр. Өйткені мына жақта тауықтар бір-бірімен төбелеседі, шұқиды. Шаң келіп отырады мынаның ішіне. Ал мынау екінші құрыққа арналған жер. Бұл пока бос. Ертең жұмыртқаны реттеп алғасын тоже жатқызатын боламын. Пока кеше видеоға түсірген жоқпын. 4 күндік тексерісті. Құдай қаласа 10 күндік болған кезде жұмыртқаны видеоға түсіріп көрсететін болам, қалай болып жатқанын. Ол кезде уже ішінде жап-жақсы көрініп қалады. Балапан пайда болып келе жатқан. Жалпы сол. Келесі кездескенше каналға жазылып, лайк басып, қолдап отырыңыздар.